Су құбырының ашылу салтанаты Успен ауылдық округінде өтті. Бүгінде ауылды 300 тұрғын мекен етеді. Су құбыры тартылғанға дейін тұрғындар ауыз суды ауыл көшелерінің бойында орнатылған су бағандарынан таситын. Әсіресе егде адамдарға оңай болған жоқ. Тұрғындар ашылу салтанатында егіске қатысушы азаматтарға алғысын білдірді. Жобаға тапсырыс беруші Бөрлі аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі, мердігер Қалдығайта жауапкершілігі шектеулі серіктестігі су құбыры құрылысын үстіміздегі жылдың шілде айында бастады. Келісім шарт бойынша жобаның құны 567 миллион 700 мың теңге. Успен ауылында су құбыры жұмысы аяқталып, тапсырысқа беріліп жатыр. Жалпы жұмыс шілде айының басында басталып, бүгінгі таңда толықтай аяқталды. Жоба бойынша ауыл ішілік құбырлар 4,5 километр, диаметрі 100-лік трубамен жүргізілген. Ауыл үйлеріне 25 құбырмен барлық үйге жалғанды. Қазіргі таңда 100-ден астам үйге су кіріп тұр. Жобада тағы да қосымша 100 метр куб 2 резервуар қаралған, және де 25 кубтық башнямыз бар. Ауылда 2007 жылы орталық су құбыры таза су бағдарламасы аясында жүргізілген. Бұған дейін тұрғындар таза суды көшеде орнатылған су бағандарынан ыдыспен тасыды. Осы уақытқа дейін біраз жыл белсенді жұмыс істеген су жүйесін ауыстыру қажеттігі туындады. Қазір су жүйесіне қайта жаңғырту жұмыстары жүргізіліп, 100-ден астам үйге таза су берілді. Успен ауылында 300 адам тұрады. Барлық әлеуметтік нысандар жұмысын жасап жатыр. Мектеп, мәдениет үйі, медициналық пункт, өрт сөндіру бекетіміз бар, және газымыз бар. Былтырғы жылы 2023 жылы толықтай электролиния толығымен ауысты. Суымыз келді енді үй басына. Жолымыз ағымдағы жөндеуден өтті. Бірақ әлі енді бітпеген жерлер бар, енді ол да аяқталады деген ойдамыз. Ауыл әкімі атап өткенде, ауылда электр жүйесі толығымен жаңғыртылды. Биыл ауылда тұрғын үй салу жұмыстары басталды. 2 пәтерлі 7 баспана салынуда. Кезекте тұрған 14 отбасыға берілмекші. Ішкі жолдарды жөндеу алдағы уақытта жүргізілмекші. Жайнагүл Жеңісқызы, Азамат Бабағожиев, Қарашығанақ арнасы.